Отандық актерлар фильмде ашық сахнаға түсуді құп көре ме? Ұятсыз көріністерді өздері сомдай ма, әлде дублерларға сен тапсыра ма? Мұны киногерлердің өздерінен сұрап көрейік. Соңғы жылдары отандық кинода жартылай жалаңаш сахналар көбейді. Жуырда ғана көрерменге жол тартқан Қазбат тарихи драмасында да эротикалық көріністер кездеседі. Бас кейіпкермен махаббат рөлін ойнайсыңдар ғой? Индирамен. Сол кезде дублер ғой ол жерде, қатысым жоқ ғой. Қызда жігітті дублер ғой, біздің қатысым жоқ. Неге өздерің түспедіңдер? Неге өздерің ойнамадыңдар? Біздің денелеріміз сүйкімсіз болды. Дәурен, жалпы мұндай көріністерге, сахналарға қалай қарайсың өзің? Кино деген өмір, егер ол дұрыс берілсе, киноның берер ойы, берер мақсаты жақсы бағытталса, онда қатты ана емес, әдеми түрде түсірілген нәрсеге, өмірді айқындайтын нәрсеге түсіруге қарсы емеспіз. Дәурен Серғазинің пікірінше, егер эротикалық кадрлар әдемі түсірілсе, онда тұрған ешқандай әбестік жоқ. Ал актердің бұл пікірмен әзілкеш Мейіржан Төребаев мүлдем келіспейді. Ашық сахнаға сенің көзқарасың қалай, Мейіржан? Жаман, сразу айтамын. Жаман? Қаламаймын, даже да поддержка жоқ оған болмайды. Негізі біздің зрительдер жоқ оған қарамайды, бармайды, оның қаражатын құрту қажет жоқ деп ойлаймын. Дәурен Айдарқұлов эротикаға толы көріністерді Голливуд жұлдыздары сомдасын деген пікірде. Актер төсек сахналары бар фильмдерден бірден бас тартады екен. Қазір қазақ кино өндірісінде ашық сахналары бар фильмдер пайда бола бастады. Соған көзқарасыңыз? Мен ондай нәрселерге өзім сондай бір жобалар, ұсыныстар болатса, өзім бас тартамын. Мүлдем гонорарына мән бермейсіз? Гонорарына бермеймін. Даже мен интервьюде де айтып жүргенмін, мысалы даже сол Голливудтың өзінен шақырып жатса да бас тартамын. Неге? Ал мен кішкене көзқарасым сондай. Аға буын керісінше кино үшін түрлі экспериментке дайын екенін айтады. Актер Әбунасыр Серіков эротикалық фильмдерге өнер ретінде қарау керектігін алға тартады. Өнер ғой, оны тікелей түсінуге болмайды, ол өнер болғаннан кейін. Біздің киноларда ашық олай сахна әлі көрсеткен жоқ. Соған дейінгі тоқтап қалып өткізіп жіберіп. Енді бізде енді олай ашық, қатты ашық көрсету ешкім оған бара қоймайды, себебі ол біздің менталитетке келмейді. Мүмкін сондай сахнасы бар, толық ашық көрсетпегенмен. Төсек сахнасы немесе тағысын тағы сондай ұсыныс түссе сіз қалай қарайсыз? Енді ол өнер ғой, ол өнер болғаннан кейін сол сахнаға, сол көрініске керек болса оны түсесің ғой.